Сәлем достар, сіздермен бірге Джеско және мен бүгін Let's Play'дің 5-ші бөлімін түсіретін боламын. Так, достар, мен бүгінге ештеңе дайындап қойған жоқпын. Просто менің уақытым болған жоқ, сол үшін бүгін біз өзіміз бірдеңе жасайтын боламыз. Ал кеттік онда. Так, достар, бүгін не істесек болады? Түн болыпты ғой. Ұйықтап алайық. Так. Мынада бірдеңе бар ма екен? Жоқ. Дауысын кішкене азайтып қоймасам, мен керең болып қаламыз көрі. Так. Атқа баратын ойым жоқ мен қазір. Не істесем болады? Бірінші далаға шығып көрейік. То есть төбеге. Ойбай. Соткам қатып отыр менің. Өлді. Так. Мына урожайды жинап алайық. Әлі болмаса бүгін походу осы урожайға арнап специально место саламау дейме. Так. Наларға берейін ба? Қанша жетеу ма? Так. Немене жабыстырып алып? Мен қолымда пшеница тұр екен ғой. Короче, осы біреуін бере салайық. Болды. Ждем. Не ждем. Так. Мынау. Так. Давай, енді ждем. Әлі қуып жүр ма солай? Көбеудің орнынан қуып жүр ғой. Ладно, кеттім. Так. Не ферма салсақ болады, достар? Аны сиырды өлтіріп алайын қазір. Жоқ. Бірде-бір неге факелға тиген жоқ. Так. Екіні жасап алайық. Содан соң мынаны пісіріп алайық. Содан соң мусордан айырылып алайық. Так, мынау керек емес. Мыналар керек емес. Екі стак бір кезде керек болатын шығар деп ойлаймын. Сол үшін қалдыра салайық. Так. Не істесем болады? Әлі болмаса атқа осы железный немен баруға бола ма? Менің уровень жетіп тұр. Мешті восстановить етіп алайын. Так.
Ого. Походу, не. Не. Опыттың фермасын жасаймыз ау деймін, достар. Походу. Я. Қазір мен ферманы қалай жасалатынын білмеймін, сол үшін ютубтан қарап алайын. Салған соң, салған кезде көрсетемін. Так, достар, мен бір типа лайфхак көрдім. Типа ода бүйтеді, стак железа алады, содан соң уголь керек екен оған, содан соң бір необработанный железо керек екен. Типа сол бір необработанный железоны мында салады да, содан соң ол уже плавиться еткен соң, короче, көрсетем кейін, достар. Так, менде мында 17 железо болды. Көп. Все равно көп, ала салайын. Так. Соны қазір жасап көрем. Пока что железоды көрмей тұрмын. Вроде көрдім. Так. Өліп қалмайым деп надеюсь. Үміттенем. Өлгем жоқ. Мында. Негізі мен кіркі жасап алым керек еді. А то алмазный кірканы құртуға болмайды. Базар жоқ, сейф. Так. Аржанды жоқ. Мешоктар миымды ашытып отыр. Так. Так, қайда железо бар? Так, короче, мен, достар, стак железо тапқан соң қайттан келем. Сол кезде уже тексеріп көреміз лайфхакты. Так, достар, мен деген железо іздеп жүріп бір үңгірге кіріп кеттім. И оказывается, мына жақта спавнер бар екен. Так, мынаны сындырып тастайық. Сындырып тастайық. Базар жоқ жеті. Аха. Берка. Хотя бы семена тыквы. Хоть что-то полезное. Так, достар, енді мынаған үміттенеміз. Оны ашпай тұрып мынаны өлтіріп тастайық. Жоқ, өзі өліп қалды. Защита 1. В принципе, неплохо. Үшінші берка таптым. Так. О, золотое яблоко, базар жоқ, достар. Так. Золотыны алып алайық. Уголь ала салайық. Просто мен жадныймын. Қазір, достар, тоқтай тұрыңыздар. Так, достар, менде бір проблема болып қалды. Сол үшін паузаға қойып тұрдым. Так. Мен железоның поискін жалғастыра берем. Сол үшін паузаға қойып тұрам. Қайттан, кешіріңіздер. Так, достар, мен наконец-то 64 железный слиток таптым. И 2 необработанный железо. Негізі біреу болу керек, бірақ мен 2 қал қоя салдым на запас. И бір уголь, Так, мынаны былайына не істейік. Мынаны қойайық. Так, осылай болу керек. Қазір осы жанат. Міне.
Содан соң мынаны аламыз да орнына алмастырып жібереміз. Әлі болмаса болмайтын сияқты. Мынаны да жағып жіберейік. Так. Так, ананы алмай тұра тұрайық. Мында 8 железом бар еді. Хотя болмайды ғой бұл. Так. Короче говоря, достар, бұл Minecraft PE-де істемейді. То есть ол лайфхакты мен Minecraft PE-ге арнап көргенмін, бірақ оказывается істемейді екен. Өкінішке орай. Так, кстати, достар. Ой. Менде 4 кішкентай қой пайда болды. О, мыналарды шауып алайық. Не. Так. 1, 2, 3, 4 тәне. Так, тағы да көбейтейік бұларды. Уже 5-шісі пайда болады қазір. Бесеу. Базар жоқ, достар. Еще мына сиыр өзімен өзі мына жақтан жүгіріп келді, қуады ғой осы. Сиырды негізі көбейту керек, тағы да бір сиыр келсе күшті болатын еді. Так. О, пшеница. Қазір мынауды өссін, содан соң тағы да көбейтеміз. Сында бізде көп қой болады, достар. Так, мына ферманы қайда қойсам болады екен деп тұрмын. Әлі ол ферманы тура мына жерді ойып тұрып, осы жерге салсам бекен. Походу сөйтем ау, достар. Так. Мында қоя салайын. Короче, бұл серия қызықсыз өтті, білем. Бірақ мен не жазатынды өзім білмедім. Осы жерден аяқстай салған дұрыс-ау, келесі жолы бірдеңе ойлап табамын. Бірақ осымен осы, в принципе, логично. Короче, достар, осы жерде тоқтатам. Осы серияны. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, ал мен сіздермен қоштаспаймын, просто сау болыңыздар деймін. Давайте, достар.